Так, алдымыздағы RAV4 бізді жүктейтін складқа қарай ертіп кетіп бара жатыр. Новый Хыңшин деген склад. Бұйырса сол жақтан Өскеменге қарай жүктейтін боламыз. Қандай жүк екенін барғасын көретін боламыз. Ака белгісіз. Главный жүк бар. Так, осы аттарды тиеп жатырмыз. Салмағы 17 тонна. Труба сияқты нәрселер екен топтамақ. Жолдастар, жүкті тиеп тастадық, асықтырып, ойбау, сұмдық асықтырды. Сонымен енді инвойс берсе кетеміз, инвойс алып. Бүгін жағасын дейді. Әкіммен кездік. Одан өтіп сап. Қытайға кірсең осы енді. Осы саттардың бәрін. Маған бір рет аласың, бір жылға жетеді болсын. Ол 2027 бірақ аласың ғой. Осындай базарлы қалды екен үйге. Так, жолдастар, складтан шығып барамыз. Таможняға қарай. Бұйырса бүгін өтіп кететін шығармыз енді, ала бұйыртса. Заттарымыз бәрін жинап салып алдық машинаға. Осы жолы рейсіміз өте тез болды. Қазақстан жағында бақтыда 5 күн қамалғанымыз болмаса, осы рейсіміз Харбостағы өте жылдам болды. Алдын айтпақшы 2 дөңгелек салдық. Ханкок. Бұйырса келесі рейсте 4 дөңгелек салатын боламыз видеоға. Так, жолдастар, Қытайдың таможнясының ішіндеміз. Алматыға қарай бұйырса бүгін кешке жетіп қалып транзит Өскеменде Растамашқа олап жүгіміз. Так, Есіқаға кірдік біз. Әрең дегенде жеттік құрсын. Құжатымызды декларантқа беріп қойдық. Жақсылап тамақ ішеміз. Ол енді құжаттың дайын болған күтеміз. Так, жолдастар, құжаттарымыз дайын болды. Алматыға қарай жолға шығамыз. Бұйырса Алматыға барып 1 күн дем алып, дүйсенбі күні алла бұйыртса Өскеменде болатын боламыз. Сенбі күні жолға шығатын боламыз. Ашылды. Кеттік. Бисмилля деп. Так, жолдастар, таможнядан шықтық. Алматыға қарай жолдартамыз, ұйықтамаймыз. Сәлерік жасаламыз, қазір алдымызда заправкада болады. Тамаққа тойып алдық. Заправка жасап жатырмыз. Семен заправкада. Шөбертеу басалып кеткен ба? Қамыстарды өртеп отыр екен. Ассалаумағалейкум жолдастар, қалайсыздар? Так, біз үйге келіп ұйықтап тұрып, енді Өскеменге қарай кетіп барамыз. Шаралға барып, сол жақта қайын жұрт сол жаққа барып 1 күн қонып, әрмен қарай жол жалғастыратын боламыз. Бізді Өскеменде Растамашқа күтіп тұр. Кедендік тазартудан өткіземіз жүкті. Сөйтіп сол жақтан жүк түсіретін боламыз. Әрмен қарай тағы жүктеп дайыс жүретін боламыз. Так, Солярка құюға келдік. Так, соляркамыз құйып алдық. Кофемізді алдық, суымызды алдық. Енді жаймен шығып барамыз Қапшағайдан.
бұйырса кешке дейін Үшаралдың жетіп алсақ, Үшаралда қонып, соны Үшаралдан ары қарай ертең шығамыз. Өскеменде растамашық жасап, жүгімізді түсіріп, ары қарай Ресейге өтіп қайтатын шығармыз. Сол жақтан жүктеп, қайттан Қытайға кетеміз. Бұйырса. Алдында Алматы қаласынан Астанаға апал кітеп бардым. Сөйтіп Астанадан жаңағы Қарағанды облысынан экспорттеп Қытайға барып, Қорғастан жүктеп, қайтып шыққаным 4000 километр болыпты. Үйден шыққан кезде алдыңғы рейстен 0-ға қойған болатын. Қазір қарасам 4000 километр шықтым. Қайта айланып кетіп барамыз енді. Көреміз қанша мың километр жүрді екенбіз. Ендігі демалысқа дейін. Айдиомға әрең шығып келе жатырмын өзіміз. Өстіп оң жақ болсам жай жүріп алатын легко ойлап таң қаламын бар ғой. Не істеп келе жатырмын ау. Жол ремонт болып жатыр екен осылай. Дұрыс ремонттаңдар. Мына жерлердің бәрі ойылып кеткен ғой. Отырып қалғанда мына жерлер бәрі жолдар. Жалпы Талдықорғанға қарай, Қапшағайдан бері қарай жол дұрыс емес. Ана астын бәрін дұрыстап жасаса, асфальт отырып кеткен, қайта жоғары қарай секірте береді. Дұрыс болған екен осылай ойып жасап жатқан. Так, біз Талдықорғанға жеттік. Бұйырса Талдықорған шыға берісінен жақсылап тұрып, обедімізді ішіп, қарнымызды тойдырамыз. Содан қарай жолды жалғастыратын боламыз. Бүгін күн жылы 25 градус ыстық болып тұр. Так, Талдықорғанның ескі постынан өткеннен кейін Арай деген кафе бар. Соның тамақтары жақсы. Тамаққа тоқтадық. Бізде машинада 5 минут бар. 5 минуттан өзі өшеді. Тоқтаған кезде бірден өшіп тастауға болмайды. Жүрген кезде ол мотор қызып келеді да. Мотордың денсаулығына зиян болады. Аллаға шүкір қарнымыз тойды. Жайлап жылжып келе жатырмыз енді. Күнде қызды ғой. 28-де 5 көрсетіп тұр. Жаз шықты уже. Так, жолдастар, біз Үшаралдан кетіп барамыз. Қазақстан деген ауылдан Өскеменге қарай. Кеше Үшаралға кеп қайын жұртта қонып, қарнын тойдырып, ет жеп, сонымен енді жолға шықтық. Қазір сағат 2 болды, 25 градус күн ыстық. Алла бұйыртса бүгін түнде біз Песухаға жетуіміз керек, растамашық болу керек. Ертең таңертең. Құдай сақтасын, біреудің прицеп өртенген сияқты. Головасымен жанып кетіпті. Сақтасын. Так, жолдастар, Аягөз қаласына да келдік. Аягөздің постына. Көреміз поста. Тоқтата ма екен, тоқтатпай ма екен бізді. Жалпы бұл постта мен ешқашан тоқтатып көрмеген. Тоқтата ма, тоқтатпай ма.
тұрғандан былай жалпы фураға олай көп тоқтатып мазасын алмайды. Так, жолдастар, Өскемен қаласына келдік. СВХ таңертең кіреміз. Бұйырса қазір Өскемен қаласына Магнумға барып, Магнум стоянкасында тұратын боламыз. Сол жерден тамақтанып, таңертең бұйырса СВХ-ға барамыз. Так, Магнумның тұрағына да келдік. Мынау газельде тұрған менің досым болады. Тамақтанып ұйықтап демалатын боламыз. Жолдастар, СВХ-ға кірдік. Растамушқа құжатымыз береміз. Мына жерден мынандай Мерседес көріп қалдым. Инстаграмнан көріп жүрдім. Түрі онша емес сияқты болып көрінетін. Живой әдемі екен негізі мынау. Жолдастар, завтрак обедіміз осы болып тұр енді. Бургер заказ жасап кетсейлер. Так, құжатымыз дайын болды, растамашқымыз бітті. Бұйырса жүк түсіретін жерге барып, жүк түсіретін боламыз. В общем, индустриальный аймақ дейді. Обучение өту керек екен, в общем, складқа кіру үшін. Баяғыда бір Алматыда, Жетіген жақта бір заводқа барған едім. Ол жақтандай стекловата шығаратын. Сол жақта да обучение болған енді, мынаны көреміз енді. Біздің тегеніміз электрод. Обучение өтесін, содан кіресін дейді. Көрейік енді обучениесін. Бізде пока жилет қана бар, каска жоқ. Негізі каска алып салып қою керек. О деген ботинка алу керек, ана ұшы темір. Кейбір жерлерде сондай аяқ киім, сондай сұрайды, спец одежда сұрайды. Көреміз енді барып. Біз мына жерге әкеп тұрық жүкті ше. Мына жақта орын жоқ қоятын, машина қоятынбыз. Соны ар жақтан бір стоянка таптық. Сол жаққа қойдық. Жаяу келе жатырмыз осы жерге. Құжаттарымызды алып. Обучение өтеміз, содан барып кіреді екенбіз. Кішкене машина фура қоятын орын жасап қоймай ма? Ана жақта жалынып біреудің жері бар екен.
кішігірім ұстайыңыз. Соған кіргізіп қойдық, жағдайды айтып түсіндір. Көп жерде байқаймын, осындай проблемасы көп. Сыртында машина қоятын орын жоқ, жолдың бойына қойып кете алмайсың ғой. 1 километр жерге барып машина тастап жаяу келесің мен. Гүлдердің арасында отырмыз. Таға қарап қойып. Обучение беретін, сабақ беретін ағайды күтіп. В общем, жолдастар, телефон, потом газовый баллон бар ғой, тамақ жасап жүрген. Сол, пышақ, анау, короче, кіргізуге болмайды, камера хранение бар екен. Сол жерге тастайды екенбіз. Досмотр болады екен, машинаның кабинасын полный қарап шығады дейді. Сонымен кіресің дейді. Қасында сопровождающий адам болады дейді. Сол адаммен жүресің дейді. Өзің бет алып атып жүруіңе рұқсат бермейді дейді. В общем, режим мы жер екен. Көреміз енді. Кіріп, аманысын түсіріп. Объекттің ішінде телефон қолдануға болмайды дейді. Егер телефон көретін болса алып қояды дейді. Штраф бар дейді, короче. Көрейік енді бар. Так, жолдастар, жүкті түсіріп тастадық. Военныйлар бронежилетпен, автоматпен тексеріп, машинаның бәрін досмотр жасап, телефон бәрін алып қалды. Заттарымызды жинап, сонымен шықтық. Бұйырса қазана боковойна ағаштар салатын боламыз. Ағаштар салып, әрмен қарай жүк болса жүк тиеп, Ресейге қарай кетеміз. Содан не керек, ағашымызды салдық. Салып өстіп келе жатырмыз өшім. Поляның ортасында погрузчикпен сүйреп машинаны. Бас аман болсын. Не дейміз басқа?